Бисмилля. Ассаламу алейкум, армысыздар ағайын. Алдарыңызда дәрігер Нұрмадан Жарқынбекұлы. Қытайдағы өршіп тұрған жаңа типтегі вирустық өкпе қабыну ауруы феномения туралы жаңа деректер пайда болды. Осыдан 5 сағат бұрынғы Deutsche Welle Германия дыбысы деп аталатын Германияның халықаралық медиа құралының сайтында жарияланғандай, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өзі хабарлағандай, бұл ауру Америка құрама штаттарында бір ауру байқалған, осы аурумен диагноз қойылып. Яғни бұл енді дүниежүзілік көлемде тарады деген сөз. Сонымен қатар оның алдында айтып өткенімізде жаңағы Жапония, Оңтүстік Корея, Таиланд, Сингапур, Малайзия, сол сынды елдерде, одан Гонконг, осындерде де әлдеқашан бұл ауру байқалған. Күні бүгінге дейін, дәл осы тұсқа дейін 400-ден астам адам осы аурумен, осы вируспен жұғымданғаны белгілі болды. Соның ішінде 9 адам көз жұмды. Ал енді сол кеше, яғни 21 қаңтар күні, 2020 жылы 21 қаңтар күні бір күннің өзінде 60-қа жуық адам жұғымдалған осы вируспен. Қазір енді бұл кең көлемде тарап отыр дегенді білдіреді бұл мәлімет. Сонымен қатар Дуннансан, Қытайдың жаңағы жұқпалы аурулардың ең басқа маман ретінде танылған Дуннансан деген профессор бұл аурудың адамнан адамға жұғатыны туралы деректерді айтқан. Яғни бұл енді адамнан адамға жұғады деген сөз, ол таралу кең, тез болады деген сөз. Оның енді жаңағы ықпалы тіпті де ауыр болады деген сөз. Сондықтан да қазір мысалға шетелдерде жаңағы Жапонияның бас вазирі өкімет жаңағы билігіндегілерге тапсырма беріп, шекарадағы және әуежайдағы тексеруді күшейтуді талап еткен. Оның ішінде Оңтүстік Кореяда, мысалға Таиландтарда сондай іс-шараларды қолға алған. Малайзияда сол тексеруді күшейтуді қатаң талап етілген. Сонымен қатар Индияда өзінің бірнеше үлкен әуежайларында сол сақтық шараларын, алдын алу шараларын жасау туралы, соған дайын болу туралы, әрі тексеруді күшейту туралы сондай мәлімдемелер шығарған. Бұл дегеніміз бұл аурудың жаңағындай қысқасы сол Қытайдың айналасындағы бір қанша елдерде сақтық шараларын күшейту, алдын алу жұмыстарына дайындалу, тексеруді қатаң басқару сияқты шараларды қолданғаны бұл аурудың жаңағындай қиын дәрежеде кең көлемде таралуының басталғанына дайындық екенін аңғартады. Әрі дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осы бүгін жиын ашу керек болған. Темасы халықаралық жұқпалы аурулардың дәрежесін бекіту деген сияқты тақырыптағы. Бұдан да осы аурудың қазір бүкіл халықаралық көлемде әлемнің назарын аударып, осындай бір ауыр дәрежедегі жұқпалы аурулардың қатарына кіргізген туралы ескертпе деген сөз. Енді біздің айтатынымызда сол шекарада мен үлкен әуежайларда, мысалы Алматы әуежайы, Астана әуежайы сияқты үлкен әуежайларда, әсіресе Қытай жақтан кіретін жаңағы саяхатшыларды, кіретін жолаушыларды денсаулық жағдайын тексеру, одан кейін егерде сондай күмәнді аурулар болса, дер кезінде оларды жаңағындай бөлектеп алдын алу шараларын жасау деген сияқты жұмыстарды қолға алатын кез әлдеқашан болып қойды деп ойлаймыз. Ал енді біз жай қарапайым халық не істеуге болады, қалай бұл аурудың алдын алуға болады дегенге тоқтала кетсек, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандарының пікірінше көп қол жуу керек. Яғни әрине жаңағындай ауруханаларға көп бармау керек, шама амал болса. Одан адам көп топтасқан жерлерге, әлеуметтік орталарға көп кіріп шықпау, сыртқа шығатын кезде маска тағып алу, ол сақтық шаралары, маңызды сақтық шаралары болып есептелінеді әрине. Яғни сонымен қатар жаңағы қол жууды айттық. Қол жуу дегенде мысалға
бул вирустар мисалы адетте жаңағы акчанын бетинде мейли жаңағы мыс акча болсун, адетте кагаз акча болсун, сонун бетинде эң көп болот. Сондуктан акча берген кезде, алган кезде содан кийин дереу кол жуу керек. Ону кол жуумай жаңагындай жемектикти, азыктыкты устап тутунуу бул аурудун жугумдалуу, мисалга сол вирустардын жугумдалуу ыктымалдыгын арттырып берет. Сондуктан сонун алды артында сөзсүз кол жуу керек. Акча алгандан кийин, бергенден кийин сөзсүз кол жуу керек. Кол жууганда да кыр сабын менен сабындап отуруп жуу керек, немесе жанагындай спирттик курамы бар кол жууватын суюктуктар менен кол жуу керек, немесе таза суу менен жууга да болот. Сонымен катар жаңагындай түшкүргенде, жөтүлгөндө мурунду, аузду битеп алуу керек. Бул да сол абадан таралуудун жаңағы алдын алатын бир адистер болуп табылат. Андан кийин жаңагындай жемектиктерди тутунганда көбүнесе пыскан, сондай дайын пыскан жемектикти тутунуу керек. Жаңагындай чикен немесе шала пыскан жемектиктерди тутунуудан аулак болуу керек. Сонымен катар жаңагы жабайы хайванаттар, мисалга аңчылык болсо жабайы хайванаттарды алыс болуу керек, аңчылык токтотору керек деген сыяктуу балким. Сонымен катар жаңагы көчөгө кезип кеткен хайванаттар, мисалга Алматыда ит, сондай көчөгө кезип кеткен иттер өтө көп. Сол иттерден жаңагындай алыс болуу керек. Ол иттерди мисалга арналуу жанагы жыятын органдар болсо, сол иттерди жыйнап алып кетсе, ол типтен жакшы болот деп ойлойбуз. Эми жалпысы осы жактарынан кеңеш айтылган. Сону көпчүлүккө жеткизип кетүүдө өзүбүздүн медициналык кызматкер ретинде өзүбүздүн жаңагы борушубуз деп санайбыз. Агайын, ауырмаңыз. Бул дерттен казак халкын, отандастарыбызды, башка да халыктарды Алла сактасын, аулак кылсын бетин. Ауырмаңыздар агайын. Келесі эфирде кездескенче күн жакшы болсун.